Қазір ғана курьер бізге не алып келіп берді? Стиралка. Мына жаққа дейін кіргізіп алдым. Мінекей мынандай. Мына жерге қойып кетті, бірақ әлі орнатпады. Қазір енді орнатамыз. Орнатамыз болғанда Жеңіс командировкада. Өзім енді орнатып көремін. Индиситтен алдық 6 килограммдық. Осындай. Қалайық. Магазинге барып келдім. Қазір балалар ұйықтап жатқанда. Қазір не алғанымды көрсетемін. Алған заттарым осы. Мына жерде қияр алдым. Бұрыш фунчоза жасайын дегем соған. Мынау солдатский деген нан. Үйде что-то шыбындар көбейіп кетіпті күн. Суығанда үйге кіріп жатыр бәрі, балконда ашсақ. Мынандай хлопушка алдым. Жұмыртқа, кефир, биокефир. Мына жерде клубника мен май. Мынандай эклер. Сладарит деген кішкене ұнады. Балалар мороженое алып берді, соның орнына осыны алдым. Сметана и кішкене конфет ала салдым и сүт. Осыны алған заттарым. Қайырлы таң. Бүгін бізде қандай таңғас? Асына. Береке болсын басына. Аумин, молодец. Қандай тамақ бізде? Таңғас? Панкейк. Молодец. Ас болсын ал. Ас болсын. Жеңдер ал. Мына жақта жартысы пісіп жатыр. Қайсып. Қане кір. Жүрсең ары қарай кішкене. Ары қарай жүр. Ары қарай жүр, суретке түсірем. Әлі кір ішіне сен. Ісіне кір давай. Ісіне кір. Бастарын шығарыңдар енді. Маған қараңдар. Ана жаққа есік жаққа барыңдар, алыстан түсіп. Енді маған қараңдар. Галетті секіліш. Сімді галетті секіліш. İşte. Кешкіге осындай пицца жасадым. Қазір балаларға беремін. Ай, Асына. Береке болсын басына алмин. Ай. Аумин, ал ас болсын. Жеңдер ал. Астым. Ыстық емес па? Астым. Береке болсын. Басына. Өз айтады. Астым. Береке болсын. Аумин. Бол, дұрыс үйренеді Әлімхан. Үйреніп кетеді. Ал, тәтті ма? Дәмді ма? Жей ғой, Алюша. Алмин. Ой, молодец. Молодец. Асына. Береке болсын басына алмин. Дәмді ма? Алида, дәмді ма? Дәмді. Мінекей бүгін бізге кілем алып келді. Қазір Жеңіс ашып жатыр. Мына комнатаға саламыз. Ол кілемді бізге мына квартираны босатып берді. Бұрынғы тұрған адамдар мына жерде бізде сол кісінің заттары тұрған. Енді мына жер бос мына жерде. Енді ана кілемді осы жерге саламыз да. Үлкен кілемді залға саламыз. Мына жерде енді по возможности может ремонт жасаймыз. Ремонт жасағанда обойын алып тастаймыз. Мына жерге перделу керек. Иә.
Ал біздің заттарымыз балалар шашып тастапты. Жерге қазір саламыз. Екеуі садиктан келді. Да, я специально. Вот почти на весь зал выяснил. Конечно, мен соны есептедім ғой. Мінекей кілемді салдық. Осындай болды. Размері 3-5. Мына жерде балалар қуанып, ойнап жатыр. Жұмсақ. Бөлменің іші кең болып қалды кішкене. Мынандай абстракция. Кеше мына жерге капустаны басқам, сәбіз қызылша жеуін. Bir gün тұру керек болған. Мінекей қазір көреміз. Су деген шығып кетіпті қазір. Алайын. Капуста бәрінің су деген көп шығыпты. Қазір мынаны алып тастаймын, енді көреміз. Иісі деген күшті болып тұр. Көрейін. Күштілемін. Енді суын кішкенесін төгіп қалғанын эмалированный ыдысқа салып тастаймын. Чеснок бар, сәбіз, қызылша и ашты бұрыш бар, уксус, тұз. Күшті болады екен. Мінекей бәрін салып алдым. Мына кастрюльмен осындай болды. Мына жерде суын кішкене құйды мынаған. Мына жерде қалды. Енді мынаны төгіп тастаймын. Дәмі енді күшті болыпты. Қырт өтіпті. Қыртылдап. Дәмді болды. Так, мынандай не? Шапка. Мынандай жемпір. Мынандай. Siz yerden barasını alыңызшы анау мен. Бер қараңдар. Мен просто ертең анау Карауылға барам, сосын как раз разводқа келесі, разводқа барам, разводқа келесі. Қане кел кигізем. Папа. О, Көрсетіп ал. ё-моё, Папа. ё-моё, киш ну-ка. Кел. Кустай батты. Куштай. Екеуі деген. Күшті ғой мыналар, а? Қане бер қараңдар мамаға, салма аузыңа. Арт қара Әлімхан, Алиді арт қараңдар. Арт қара, айнал. Вау, бер қара ботом болды. Так, ертең Алимханның садигында ярмарка болады. Соған қолдан осындай бірдеңелер жасап алып келіңдер деді. Бірдеңе болғанда сол печенье, пирог, бауырсақ, салаттар болады. Сосын осыны сатады, содан түскен ақшаға балалар концертке барады деп айтты. Жылда күзде солай жасайтын. Сосын мен осындай печенье пісіріп жатырмын енді. Міне қазір песочное печенье. Бетіне қант сеуіп қойдым. Енді қазір духовкаға салып алам, сосын коробкаға салып, ертең садикке апарып беремін. Так, осылай печеньені салып қойдым. Атын жазып қойдым, осылай коробкаға салдым. Жәрмеңкеге, балабақшадағы. Сонымен бұл влогтың соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, сұрақтарыңыз болса пікір қалдырып кетіңіздер. Сау саламат болыңыздар, келесі видеода кездескенше.